Баршаңызға сәлем. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ісіну. Жалпы ісіну дегеніміз жасуша аралық сұйықтықтардың жоғары деңгейде болуы. Біздің организмімізде әрбір орган, әрбір тін, әрбір ұлпа жасушалардан құралған, және де жасушалардың арасында жасуша аралық сұйықтықтар бар. Осы сұйықтықтың көбеюі ол ісінуге алып келеді екен. Жалпы ісінуді біз екіге бөлеміз, ол транссудат және де экссудат. Ісінген сұйықтықтың құрамына байланысты. Егер ол жерде ешқандай қабыну жоқ, тек жүрек патологиялары, бауыр, бүйрек патологиялары немесе тромбтармен іркіліп қалған болса, қан тамырында ол жерде транссудат болады. Транссудат ол мөлдір және де онда белоктың құрамы аз. Ісінудің екінші түрі ол экссудат. Экссудат кезінде қабыну болып жатқан кезде экссудат жиналады ол жерге. Неге? Себебі қабыну ошағына мейлінше көбірек қанның құрамындағы элементтер барып жетіп қабынумен күресу қажет. Сондықтан да біз экссудаттың құрамында белоктарды байқайды екенбіз. Ферменттерді, тағы басқа заттардың көп екенін байқаймыз. Сондықтан да ісіну бар ма? Біз әлбетте транссудат немесе экссудат екенін ажыратуымыз қажет. Сонымен ісінуге алып келетін бірінші себеп ол жасуша аралық сұйықтықтың жоғары болуы. Қай жағдайларда болады? Яғни бауыр, жүрек, бүйрек жеткіліксіздігі кезінде. Бауыр жеткіліксіздігі кезінде неге ісіну болады? Жалпы бауыр жеткіліксіздігі кезінде асцит дамиды, яғни іш шемені деп айтамыз. Бауырдың қызметі ол қызметтерінің бірі ол қанды тазарту. Ас қорыту жолындағы ішектерден келген қан тамырларымен сіңірілген заттар ең алдымен бауырға барады, қақпа вена портаға келіп құяды, бауырға кіреді. Егер бауыр қызметін дұрыс атқармайтын болса, онда келіп тұрған қанды ол сүзе алмайды, фильтрациялай алмайды. Сондықтан да бұл жерде қанның құрамында заттардың бәрі іш астар осына еніп, осылай іште портальды қан қысымы жоғарылауынан осылай асцит дамиды екен. Жүрек жеткіліксіздігі кезінде жалпы жүректің қызметі ол бізде қанды айдау, бүкіл организмді айдайды. Жүректің қызмет жеткіліксіздігі кезінде қан дұрыс жетпейді әрбір органдарға, бүйрекке де қан дұрыс келмейді, гиповолемия болып жатыр деп ойлайды. Ол рас жүйесін іске қосады. Рас жүйесі ол натрийді реабсорбциялауын арттырады. Натрийдің реабсорбциясының артуы антидиуретикалық гормонды күшейтеді. Ал бұл гормон аты айтып тұрғандай антидиуретикалық, яғни судың реабсорбциясын күшейтеді. Сонымен организмде су ұсталып қалынады. Яғни организм компенсация ретінде жүзеге асырып жатыр. Организмде су ұсталып қалынып, сонымен ісіну, аяқ-қолда ісіну байқалады екен. Бұл жүрек патологиялар кезінде іркілген жүрек деп те айтамыз. Келесі бүйрек жеткіліксіздігі кезінде, нефротикалық синдром кезінде әсіресе айқын байқалады. Ол онкотикалық қысымның төмендеуімен жүреді. Мұны біз қазір талқылайтын боламыз. Ісінуге әкелетін екінші себеп жергілікті веналық қан қысымының жоғарылауы. Қай жағдайда венаның ішіндегі қысым жоғары болады? Егер венада тромбоз болса, яғни варикоз кезінде ол жерде веналарда тромбоз байқалатын болса, артерия арқылы келген қан вена арқылы өтіп шыға алмайды. Сол себептен де вена арқылы өтіп шыға алмағандықтан ол қан тамырларының бірінші біз кеңейгенін байқаймыз. Уақыт өте келе ол жерде қан тамырлар кеңейгендіктен ішіндегі сұйықтықты бір жаққа шығару керек болады. Сондықтан жасуша аралық сұйықтыққа қарай шығарады. Осылайша жасуша аралық сұйықтық арту салдарынан мұнда ісіну байқалады екен. Екінші ол жүктілік кезінде, бірақ бұл физиологиялық жағдай. Организмде гормональды өзгерістер натрийдің организмде ұстауын алып келеді. Немесе екінші бір себеп, әйел горизонталь жатқан кезде ол вена кава инфериорды қысады бала, ал бұл бізде вена феморалис келіп құятын негізгі ірі қан тамыр болып есептелінеді. Бұл да ісінуге алып келеді. Үшінші себеп, кіші жамбаста ісік болса, ол да басып қан тамырларды, ол да ісінуге алып келеді. Үшінші себеп плазмадағы онкотикалық қысымның төмендеуі. Ол бізде белоктардың төмендеуі болып есептелінеді. Организмдегі негізгі белок болып табылатын ол альбумин болып есептелінеді. Яғни альбумин төмендесе, онкотикалық қысымның төмендеуін байқаймыз. Нефротикалық синдром кезінде протеинурия болады, біз жаңа айттық. Протеинурия ол зәр арқылы белоктың тым көп шығарылуы, яғни бүйрек жетіспеушілігі кезінде де байқалады. Бұл бізде протеинурия кезінде онкотикалық қысым плазмада азаяды да, керісінше жасуша аралық сұйықтықта көбейеді. Мұнда аз, ал мұнда көп. Су онкотикалық қысым қайда жоғары, сол жақта болады. Яғни судың барлығы мұнда қарайды,
жасуша сыртына қарай тартылады деген сөз. Мұнда белоктар аз, ал мұнда белоктар көп болғандықтан. Үшінші бір себебі дұрыс тамақтанбайды, яғни организмге белок жеткілікті түспесе, немесе малабсорбция кезінде, яғни жеткілікті түскен күннің өзінде де ішекпен сіңірілуі бұзылса, малабсорбция кезіндегідей, онда онкотикалық қысымның төмендеуін байқайды екенбіз. Бұл да ісінуге алып келеді. Төртінші себебі капиллярлардың өткізгіштігінің артуы. Қандай жағдайларда артады? Бірінші, ол қабыну кезінде артады екен. Яғни қабыну болған кезде, мынау қабыну ошағы деп қарастырсақ, бұл жерде бөлек антигендер, инфекциялар немесе бөгде бір денелер болуы мүмкін. Ол нәрселерді организм жою керек. Сондықтан да қан тамырының ішіндегі біз білетін жасушалар, лимфоциттер, лейкоциттер, мез жасушалары, әртүрлі факторлар, олар осы қабыну ошағына жету қажет. Сондықтан да қан тамырларының өткізгіштігі артады. Капиллярлардың эндотелийінің арнайы тесіктері бар, жасушалар өтетін. Екінші, кальций каналының блокаторлары, яғни бұл дәрілік заттар. Бұл заттарды біз артериальды гипертензияны емдеу үшін қолданамыз, бірақ олардың жанама әсерлері ісінуге әкеледі. Неге? Себебі олар перифериялық вазодилатацияға, яғни аяқ және де қолдардағы қан тамырлардың кеңеюіне алып келеді. Ол да өз кезегінде өткізгіштігінің артып ісінуге алып келеді екен. Үшінші жағдай ауыр сепсис, яғни сепсис кезінде де дәл осы жағдай байқалады. Төртінші, ол лимфа жүйесінің өткізгіштігінің бұзылуы. Жалпы лимфа жүйесінің қызметіне капиллярларда жасуша аралық сұйықтыққа бізге қажетті жасушаларға қажетті заттар келеді. Мынау сары жасушалар болса, ол жасушалар ол нәрсені алады, ішке қарай кіргізеді. Бірақ жасушада метаболизм соңғы өнімдерінде шығарады, ол жерде зат алмасу процесі жүреді, сондықтан ол заттарды қайтадан жасуша аралық сұйықтыққа шығарады. Бірақ бұл жасуша аралық сұйықтығы капиллярға кері сіңірілмейді. Неге? Себебі бұл жалпы қан айналымы. Сондықтан да жасуша аралық сұйықтық ол лимфа тамырларына сіңіріледі, лимфа жүйесіне. Лимфа жүйесі оның барлығын жинап, олар вена субклявияға барып, мына жерде вена субклявияға келіп құйылады екен. Мына суретте де көрініп тұр. Сары ол жасушалар, лимфа арқылы қоректі заттар келді, артерия, сосын капиллярлар, одан кейін жасушалар, яғни капиллярлар арқылы қоректі заттар келді. Қалған бөлігі вена арқылы шығып кетті, яғни вена арқылы барлық метаболизм соңғы өнімдерін барлығы жиналмайды екен. Яғни жасуша аралық сұйықтық ол лимфа жүйесіне сіңіріледі. Лимфа жүйесінен барып ол ары қарай венаға құйылады екен. Яғни осындай себептер ол ісінуге алып келеді. Ісіну болған кезде біз ең алдымен анамнезін жинаймыз, бауыр бүйрек жүрегінде қандай да бір ақаулар бар ма? Біз жалпы қан анализін жинаймыз, ондағы мочевинаның деңгейін, бүйректің қызмет білу үшін альбумин деңгейін білуіміз керек, онкотикалық қысым төмендеп кеткен жоқ па деп. Ал еміне келетін болсақ, диуретиктер, яғни зарды айдайтындарды береміз.